ұстаңдар, қайтарыңдар ана кісіні. Жаңағы таксисті ұстаңдар деді. Сонда жаңағы жігіттер жүгіріп шығып, мені ұрғыға жықты, тура сол жерде балронның кіреберісінде. Қолдарында шоқпарлары бар екен. Жаңағы бита бар ғой, жаңағы не ойнайтын. Солармен соғып, мен тепкілеп, сол жаққа ұруға жықты. Ал енді, ей, не болды? Не үшін мені ұрып жатсыңдар? Айқайладым. Кәдімгідей енді маған жаңағы соққы ауыр тиді ғой. Айқайладым. Не болып қалды жігіттер? Бәрі жаңа дұрыс еді ғой деп. Жоқ, сен деген қаяқтан келдің, кім сені жіберді деп. Енді олар жаңағындай бәрі сондай маргинал адамдар да, мысалы. Мен оны білмедім ғой бірінші. Енді бара-бара тани бастадық да. Бір уақытта олар мені тепкілеп, жаңағы кісінің алдына апарды да, алдына апарып тізеге отырғызып қойды. Сол жаңағы қылмыстық топтың серкесі, қолында тапаншасы бар, қара жаңағы глушителі бар, басыма бүйтіп тіркеді де қойды да айтты: әй шал, сен қай жерден келгенсің, сен кімнің шпионсың, әбіләзовтың жексұрынысың ба? Жоқ, менттердің жаңағы доносчик дейді, не деп айтады қазақша, құлақшасы. Мгм. Иә, Агент сөйтіп ретінде. айтты. Иә, жоқ, жігіттер, өздерің көріңдер ғой, өздерің алып келіңдер, сенімен сөйлестік, жаңа бәрі, мен ондай адам емеспін деп еді, мені жаман ұрғыға жықты. Сол видеороликті көріп тұрсыздар. Мені тепкілеп, қолында болған жаңағы биталармен, резеңке таяқшамен мені тепкілеп, сол жерде практически өлім аузына апарды ғой. Бірақ бұлардың енді талабы маған сразу айтты: енді ақсақал, сен террорист болып табыласың, қарақшы болып табыласың, адам зорлаған, тағы да жаңағы мемлекеттік ғимараттарға шабуыл жасаған, әскери қызметкерлеріне шабуыл жасаған адам болып табыласың. Болды, сен осыған сендіреміз сені. Сенбесең де өзің соған енді сознаешься дейді да. Сол кезде олар көшеден тағы да адамдарды ұстай бастады. Ана Вольт пицца тасушыларын бір-екі жас жігіт мопедпен сол жерге неге келіпті, банкоматқа ақша алуға. Өздері мына қаланың тұрғындары емес, Қарағанды облыстың тұрғындары екен, жас балалар, жастары 20-25 шығар, арғы кетеді. Оларды ұрып соғып, естерінен танытырып, жаңағы жерде тепкілеп тастады. Олар деген қан болып, ана жаңағы балрумның қолында кәдімгідей ана қазіргі қасапханаға барып мал сояды ғой, Мгм. тура солай қан болып жатты ғой.